Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін сіздерменен осындай нәзік әрі өте дәмді болып шығатын меренговый рулетті жасалуын үйренеміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 200 грамм белокты, яғни жұмыртқаның ағын бөліп аламыз дағыны миксердің төмен жылдамдығымен миксерлеп бастаймыз. Жұмыртқамыздың ағы кішкене көпіріп бастаған кезде шым-шым тұз себеміз дағыны тағы да миксерлейміз. Осылай аппақ боп ағарған кезде 150 грамм қантымызды екіге бөліп салып миксерлеп аламыз. Белогымыз осындай аппақ болып жақсылап көпіргеннен кейін оның үстіне 150 грамм қант ұнтағын екіге бөліп саламыз. Және де шпательдің көмегіменен астынан үстіне қарай осылай аударып отырып араластырамыз. Бізде осындай меренга дайын болды. Енді оны фольгаға немесе пергамент қағазына құямыз дағыны 150 градуста алдын ала қыздырылған пеште 25-30 минут бойы пісіреміз. Мінекей біздің меренгамыз дайын болды. Енді оны келесі бетіне аударып аламыз. Астындағы фольганы алып тастаймыз дағыны суытамыз. Ол аралықта крем дайындаймыз. Кремге бізге творожный сыр керек болады 200 граммдай, және де салқын 200 грамм сливки керек болады. Бір ас қасықта қант ұнтағын, яғни сахарный пудра саламыз. Сахарный пудра аз болған себебі меренгамызды тәтті жетерліктей, сол үшін креміндегі тәттіні азырақ саламыз. 10-12 минут бойы жақсылап миксерлейміз. Қою крем пайда болады бізде. Меренгамызға қою кремді жағып, барлық жеріне біркелкі етіп жағып аламыз дағыны. Видеодағыдай етіп, орап дайындап шығамыз. Мінекей рулетіміз дайын болды қыздар. Оның үстіне әрлеу үшін сахарный пудра септім. Егер жемістеріңіз болатын болса, жемістермен әрлесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте әдемі әрі нәзік дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.